Ассалаумағалейкум. Мына біз бүгін 2026 жылғы бірінші кварталдың отчетін тапсырғалы жатырмыз. Жалпы мына жерде подать документ дегенге кіргенде 910-ны таңдаймыз. 910-ны таңдағанда біз очереднаяны таңдаймыз. Себебі біз әр 6 ай сайын тапсырып жатырмыз. Сол себепті очередная деп жазамыз. Бірінші полгодие деп жазамыз. 2026 жылда мысалға мына жерде валюта теңге деп өзі тұрады, а мына жерде в деген учет, в деген таңдаймыз. Жалпы а емес, в-ны таңдаймыз. Бухгалтерский учет соответственный деген таңдаймыз. Так, сонымен мына астына біз қандай неме айналысамыз. Мысалға мен перевозка автобуспен айналсам, сол перевозка деп тапсырып жатырмын. Угода Сарыағашский район, Түркістанский облысты таңдадық. Сонымен біз мына жерде өзіміздің жаңағы доходымызды көрсеткеннен кейін осы жерге 910-ға біз птичка қойып доходымыз бар деп есептейміз. Доходымыз бар деп есептейміз. Мына жерде біз жаңағы өзіміздің бір нені таңдаймыз, немен айналысатындығымызды 0 дей саламыз, мына жерде 1 дей саламыз. Код деп тұр мына жерде. Бұл жерде біз өзіміздің жаңағы адресімізді жазамыз. Сарыағаш 2858 2858. Елу сегіз 12 екен, кешіресіздер. 5812. Самал 39. %. Төртінші страницаға өтеміз. Бұл жерде бәрі жазылып тұр. Дәлені басамыз. Мына жерге өзіміздің Сарыағаш районының код жазамыз. 5812. Сонымен ары қол қойып отчетты жібереміз.